Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар, сіздерге бір ескерту айтайын деп тұрмыз. Мен Алла қаласа Қазақстанға бір ай, бір жарым, жалпы 2 айдың төңірегіне дейін Алла қаласа Қазақстан қайтамын. Соған орай мен сіздерге керемет қызмет жасайын деп жатырмын. Және біздің одан кейін Қазақстанға барған кезде де үлкен офисіміз болады. Және сол кезде де жұмысты жалғастыра береміз. Бірақ осы 2 айдың ішіндегі қазақ бауырларыма, жалпы қазір Ресей халқынан көптеген кісілер Қазақстанға көліктер алып жатыр. Енді қазақ бауырларымыз сол Ресейге, Қазақстанға Кореядан көлік алып, үстіне әжептәуір ақша қосып сатса деген ниеттеміз. Сол себепті де мен өзімнің қызмет ақымды $300 жасаймын. Және Қазақстанға автотралмен біз елімізге көліктер жібереміз. 3-ші поток кеткен, яғни 4-ші потокқа дайындалып жатырмыз. Алла қаласа BMW X7 тағы да басқа мықты көліктеріміз келеді. Полицейдің новый кузовтар деген сияқты. Одан кейін BMW-ның 0 пробегтерінде елімізге жіберуді қарастырып жатырмыз. Олар да бар. Ағамыздың енді Santa Fe көлігін көруге келдік. Соны көрсетемін. Бұл Santa Fe Қазақстанда да тұрып olsun Santa Fe'лер бар. Қазақстандық сборка, біліп отырмын. Бірақ бұның артықшылығы 2,5 литр турбо бензин корейский және қазақстандық 2,5 атмосферный бензин. Мына көлікте 180 аттың күші бар, корейский көлікте 281 аттың күші бар. 101 аттың күші жоғары. Қазақстанда жай 20 аттың күші жоғары болған көліктер, мысалы Lexus F спорттарда 15-20 аттың күші болды. Соның өзі де кәдімгі разница береді. Ал 100 аттың күші деген сөз Қазақстандағы 3,5, 3,8 литр бензин сияқты тартады. Және утилизациялық алып арзан болады, және жанармайда 2,5 сияқты тұнады. Және одан басқа қазір қарап отырмыз, мынандай Карнивал тағы да басқа көліктерде тапсырыс беріңіздер. Қазір мынандай кіші седан болсын, үлкен мынандай Santa Fe көліктері болсын, барлығына $3,500. Бірақ кейбір көліктерге $3,300 жеңілдік болады. Сосын әрбір көлікке страховка жасалынады. Және гарантиясы бар. Мінекей, қазір мына Santa Fe көлігі престиж комплектация екен. Бұл Santa Fe көліктің каллиграфия комплектациясы бар. Ол яғни максимальный комплектация. Сол көліктер Қазақстанға көп сатылған соншалықты кәріс халқы да түрімізге күліп қарағанымызбен бағасын қымбаттатып жатыр. Сол себепті де қазір орташа комплектация бар. Және алда уақытта передний привод, яғни алдыңғы 2 дөңді жетек көліктерді алсаңыздар болады деген ойдамыз. Себебі Қазақстанда көп өңірі Алматы, Шымкент барлығына, яғни қатты қыс болмайды, сол себепті де передний привод бола береді деген ойдамыз. Ал енді көлікті жаңа жақынырақ қарайық. Өзім бір көрсетейін. Көліктің айналасын көріп еш жері боялмаған. Дискінің размерін қараңыздар. Барлығы өте керемет, үлкен. Жанында жүрген жігітті асықпай таныстырамын, өзінің уақыты келеді. Қазір ешкімді көрсетпейміз. Есім Ербол. Ербол, бір қоп нені ашып. Отатыр керем аз дейді. Болды. Міне қоңыр салон. Мұны қара, мына жақтарын барлықтары қоңыр. Көлікке өте әдемі. Бұл полный привод, 8579 км жүрген, боялмаған. 2 кілті бар. Барлықтар мінекей тура бас етқанда полисайттағыдай вадин десек те болады. Және бұда енді 360 градус камера жоқ. Жалпы задний камера барлықтары бар. Енді қазір мына кісі керім аз деп жатыр. Бір рет оталдырып көрсетемін. Мінекей. Арт жаққа скоростьқа салып көрсетемін, мінекей. Адам артта болғандықтан бірден сигнал келді да, яғни жүрмейді. Яғни безопас жаны өте керемет. Өшіріп қойса, бензині аз екен. Удержание полосы барлықтары бар. Жоқ, 160 камера жоқ екен. Мінекей артында шторка және орындық жылытқышы. Бұл 5 адамдық, бұларда да 2 USB порты бар. Бұған 7 адамдық жасауға болады. Қазір артына жақ болсақ, $1100 үстіне ақша қосылатын болса, мінекей мына жаққа, яғни өзінің ремендерін бәрін салып 2 адамдық қосып береді, жалпы 7 адамдық болып тұрады. Өте керемет. Мыналардың барлықтары диод. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі видео жолыққан шамақта сау болады. Ал енді
BMW көліктеріне шолуға бастайды.